Şimdi tezirek kelip, osılar стикерлар қандай қойды, қай аспап түседі, сол халыққа, халық орнына барып отырасыздар. Жылдан отырғандар алыс болсын. Қандай аспап түсті? Қылқияқ. Қылқияқ. Нет. Ал, қазір қайтып жауап беретін белгілі болады, анықтаймыз. Қазақ тобы, айта ғой. Кім жауап береді? Айта ғой. Жыр деген мағынаны берді. Жауап. Бәрекелді. Ал қайда ойын? Халқына. Дұрыс жауап. Өте жақсы. Жақсы. Қырғыз тобы? Қырғыз халқының аспабы. Жақсы, келесі. Ойран. Жақсы. Өзбек халқының аспабы. Жақсы. Қазір себебі күн өткесеуім керек. Үш нөмір бойы түркі халқының музыкалық аспабын өтіп жатырмыз. Бүгін үшінші сабақ халқының музыкалық дәстүріне өте жақсы балалар. Қазақ тобы керемет. 2 минут уақыт қалды. Көп ойланудың қажеті жоқ. Бұл музыкалық аспаптармен шертпелі аспаптар тобында қандай аспаптар жатады екен? Домбыра, қоңыз. Өте жақсы. Ыспал. Өте жақсы. Жетіген. Екінші ыспал аспаптары қандай аспаптар жатады екен? Тағда? Жетіген, шадаған, ятаған, жетіген. Ұрмалы аспаптар, үрмелі аспаптар, жақсы жауаптарыңызға рахмет. Шығу тарихы бар. Соның бірі жетіген аспабы. Соның шығу тарихын тамашалайтын боламыз. Және де видеодағы аңызды тамашалай отырып, аңызда аталған 7 ұлының аты мен 7 ұлына арналған 7 күйдің атын дәптерлеріңізге жазып алуларыңыз керек. Және де дұрыс жаздыңыздар ма бағалайтын боламыз. Сондықтан мұқият тыңдаймыз. Экранға саламыз. Әр халықтың музыкалық аспабының шығуында сыңар деген күй шығарады. Үшінші ұлы Жайкелдіге ол құмарым күйін. Төртінші ұлы Бекенге от сөнер атты күй шығарады.
Бесінші ұлы Хауасқа бақыт көшті. Алтыншы ұлы Жүрзарға. Дұрыс па? Ал Қарағым қанатына, құмарым от сөнер, бақыт көшті, күн тұтылды, жетті баламнан айырылған құса киеді. Мұғалімі Мұздыбаева Салтанат апайымызды және оның шәкіртін ортаға шақырамын. Ал қазір біз сіздермен күй орындаймыз, балалар. Музыкалық шығармалардың кішкентай үзінді. Әр топтан екі оқушыдан шығып, ұрмалы аспаптардан ала қойыңдар. Екі ұрмалы аспаптан ала қойыңдар. Енді балалар, қазақ дегенде қайғысында толмаған, домбырасыз ешқашан жүрекке қонбаған. Домбырасыз ән қайда, домбырасыз ән қайда, ән мен күй бар өмірде, отталығы жанбай ма? Тәттім мен домбырамен сайраған, жүрегі от жақсын деп елге күйін арнаған. Домбырасыз ән қайда, домбырасыз ән қайда, ән мен күй бар өмірде, отталығы жанбай ма? Күй бар өмірде, отталығы жанбай ма? Жақсы, керемет балалар. Барлығын түсінсеңдер, 5 нота сызығының мына бөліміне жабыстырасыздар, мен қолымдағы ноталарды. Әлде түсіну керек, сұрақтарыңыз болса, мына бөліміне жабыстырасыздар. Және ештеңе түсінбесеңіздер, осы жерге жабыстырыңыздар. Жарайды ма? Ең бірінші қазақ тобын ортаға шақырамыз. Қолдарыңыздағы жинаған стикерлердің бар. Музыкалық аспаптардан тәттілер сіздерге дайындадым. Содан ауыз тиіңіздер, кәнекей. Міне балалар, қырғыз тобы қырғыз тобы балалармен қарым қатынасыңыз бар. Балалар жаңағы материалды түсініп тұр, әртүрлі жаңағы методиканы применять етіп соны етіп енді сабақта в основном жаңағы активный метод обучения деп жатырмыз. Балаларды больше привлекать етіп жатырсыздар, чтобы жұмыс жасасын деп. Сондықтан сізге тек қана рахмет айтамын. Осындай сабақтар өтсе, осындай деңгейде сабақтар өтсе, мен ойлаймын, бізде сабақтардың бәрі керемет жақсы өтеді деп. Өзіңіз де қатты ұнап қалдыңыз, инструментіңіз де ұнап қалды. Сондықтан көп рахмет.